Бүгін мен сіздерге 2009 жылы шыққан, символ деп аталатын комедия, фэнтези және мистика жанрындағы фильмді баяндап беремін. Абайлаңыздар, алда спойлерлер бар. Ашық түсті шұбар пижама киген жапон жігіті есігі де, терезесі де, тіпті төбесі де көрінбейтін аппақ бос бөлмеде оянады. Ол қабырғалардың біріне жақындап қарағанда, одан шығып тұрған оғаш нәрсені байқайды. Еркектің жыныс мүшесіне ұқсайтын томпақ зат. Оны бір-екі рет түртіп көрген соң ұшын басады. Сол кезде еден мен қабырғалардан жүздеген күлкілеген сәби періштелер шығып, бірнеше секундтан кейін қайтадан келген жағына сіңіп кетеді. Алайда олар өздерінен кейін бір нәрсе қалдырады. Енді қабырғалар мен еденнен де дәл сондай мүшелер шығып тұрады. Бұл үйрену кезеңі деп аталады. Әлгі түймеге тигізген саусағын иіскеген жігіт қорқыныштан айқайлап, жылап көмек сұрайды, бірақ ешкім үн қатпайды. Содан соң ол әртүрлі түймелерді басып, не болатынын тексере бастайды. Әр басқан сайын бөлмеге кішкентай тіс щеткасынан бастап, үлкен құмыраға дейінгі кездейсоқ заттар түседі. Бір түймені қайта басу арқылы сол затты тағы да алатынын түсініп, бір түймені қайта басу арқылы алдына тамақ таяқшаларын үйіп алады. Бірақ оның қуанышы ұзаққа созылмайды. Таяқшалардың жанындағы түймені басқанда, қабырғадан шыққан шағын арба оның аяғын соғады. Жан азабымен айқайлап, келесі түймені басқанда, ол үлкен бөксеге айналып, бетіне жел шығарады. Бірнеше сағаттан кейін жігіт бөлмеге көптеген кездейсоқ заттарды жинап алады. Допты қабырғаға лақтырғанда суши беретін түймені басып қалады. Қарны ашып отырғандықтан бұған қатты қуанады, бірақ соя соусының жоқ екенін байқайды. Оны өзін қамап отырғандардан сұрағанымен әдеттегідей жауап болмайды. Сондықтан ол бір түймені қайта басып, алдына бір топтама суши жинап алады, бірақ соус әлі жоқ. Амалы таусылған жігіт сушиді жей бастайды, оның дәмі тілінен кетпейді. Соңғы бөлігін жеп болған соң тағы да түймені басады. Осы кезде ақыры соя соусы бар бөтелке пайда болғанда ол ашуға булығады. Бөтелкені ызамен итеріп жіберіп, басқа түймені басады да, ескі үлгідегі үштей көзілдірігін алады. Оны кигенде бір сәби періштенің оның жыныс мүшесін нұсқап тұрғанын көреді. Жігіт жауапты таптым-ау деп қуанып кетеді. Алайда сол түймені басқанда кері санақ пен төбеден пайда болған үлкен бөкседен басқа ештеңе алмайды, ол тағы да үстіне жел шығарады. Біраз уақыттан кейін ол өзіне өте қызықты көрінген манганың 5 томын оқып шығады. Бірақ 6-шы томын алу үшін түймені басқанда оған 7-ші том түседі. Ашуланған ол басқа түймелерді байқап көреді, олар 8-ші және 9-шы томдарды береді, бірақ 6-шысы әлі жоқ. Алайда ең соңғы басқан түймесі оған маңызды тосын сый жасайды. Қабырғаның бір бөлігі ашылып, ар жағында есік жасырынып тұр екен. Бұл жаңалыққа жігіт қатты қуанады, бірақ қуаныштан есі шығып, қай батырманың есікті ашатынын ұмытып қалады. Кездейсоқ біреуін басып қалғанда, африкалық тайпа мүшелерінің қабырғадан қабырғаға жүгіріп өткенін көріп, таң қалады. Келесі түйме оның басына сарқырама құяды. Үшіншісі өзіне қажетті түйме болып шығады. Қабырға ашылған сәтте ол есікке қарай жүгіреді, бірақ ол бетіне сарт етіп жабылып қалады. Екінші ретте дәл солай болады. Сол кезде ол мүше түйме төмен қарап тұрғанда ғана есіктің ашық қалатынын түсінеді. Осылайша ол оған жетудің түрлі жолдарын іздей бастайды. Алдымен жүгірушінің қалыбына тұрып, түймені аяғымен басады. Содан соң мүмкіндігінше алыстан шыбын қаққышпен ұрып, арақашықтық жүгіру уақытына әсер етеді деп үміттенеді. Оның ешқайсысы іске аспайды, секіргішпен тартуда, әткеншекпен ұруда көмектеспейді. Келесі жоспары арбаға мініп түймені басқаннан кейін итеріп жіберу. Бірақ бірнеше сәтсіз әрекеттен кейін бұл әдісті басқара алмайтынын мойындайды. Оған түйменің ұшын төмен қаратып ұстап тұратын бірдеңе керек. Ол үлкен құмыраны оның үстіне қояды, бірақ түйме қайтадан жоғары шығып кетеді. Сонда жігіт құмыраны ауырлату үшін оны толтыру керек деген қорытындыға келеді. Алдымен су түймесін басып көреді, бірақ суды қалай бұруға тырысса да, ол тек өзінің үстіне құйылады. Келесі әрекеті құмыраны сушимен толтыру болады, бірақ ол соншалықты ауырлап кетеді, оны көтере алмайды. Құмыраның мойны да қолы сыймайтындай тар болғандықтан, жігіттің тамақ таяқшаларын пайдаланып, сушиді бір-бірлеп алып тастаудан басқа амалы қалмайды. Біраздан соң жеткілікті мөлшерде алып тастағаннан кейін ол құмыраны әрең көтереді. Содан соң оны түймелерге жақындатады.
Сол жерге жеткенде, қай түйме екенін тағы да ұмытып қалғандықтан, құмыраны еденге қоюға мәжбүр болады. Бір түймені басқанда, африкалық тайпа мүшесі шығып, кездейсоқ құмыраға соғылып, оны сындырып екіге бөліп кетеді. Бұл жағдай жігіттің шыдамын тауысады. Ол тоқтаусыз айқайлап, дұрыс түймені табады да, оны сушимен жаба бастайды. Әрине, бұл да көмектеспейді. Күріштің арасынан кішкентай мүше қайтадан шығады. Содан кейін жігіт түймені таспамен жауып, оның үстіне болат тақтайша қояды, бірақ ештеңе өзгермейді. Есік әр соққанда арқасы ауырып, ауруды басатын дәрі ішіп, біраз мызғып алғаннан кейін, жігіт тісін жуғысы келіп, су алу үшін түймені басады. Бірақ бұл қате түйме екен, ол төбеден арқан түсіреді. Бұл оның көңіл күйін бірден көтереді, себебі оның ойына жаңа жоспар келеді. Ол есікті ашып, арқанмен бөлменің арғы бетіне тербеліп өтіп, есік жабылғанша үлгермекші болады. Өкінішке орай, жалған қабырғаның артындағы есікті ашпақ болғанда, оның құлыптаулы екенін көреді. Ол есік жабылар алдында бөлмеге қайта оралады, бірақ шығар жолда есік оны тағы да соғып үлгереді. Ызаланған ол қабырғаны тебеді де, байқаусызда түймелердің бірін іске қосып, бөлменің ортасында қалқып тұрған кілтті пайда қылады. Алайда есік сияқты, түйме қайта көтерілгенде ол да жоғалып кетеді. Сондықтан жігіт кілтті бөлмеде сақтап, есікті де ашық ұстаудың жолын табуы керек. Бірақ алдымен ол тағы да қай түйме екенін ұмытып қалғандықтан, оны қайтадан табуы тиіс. Қабырғаны тепкенде аяғының қай жерге тигенін шамалап, бір түймені таңдайды, бірақ қабырғадан ит шығып, үре бастайды. Келесі түймеде де сол жағдай қайталанады. Бақытына орай, үшінші әрекеті сәтті болады. Көзімен нұсқаған саусағын түймеден айырмай, артқа шегініп, бір тілім суши балығын алып, онымен дұрыс түймені белгілеп қояды. Алайда оны басқанда тағы да ит шығып кетеді. Бұл жолы ол түймені тезірек тауып, жоспарын жалғастырады. Арқанды пайда қылып, әр түрлі түймелерге жету үшін тербеледі, бірақ бұл жеткіліксіз болады. Еденге құлаған кезде, ол түймелердің бірінен алған вантузды көріп, мәселені шешудің жолын табады. Ол вантузды қабырғаға тигізіп, өзін итеру үшін пайдалана алады. Бір сәтсіз әрекеттен кейін жоспары сәтті жүзеге асады. Арқанда тербелу мен вантузбен итерілудің үйлесімі, оған түймені басып, кілтті алуға, содан соң есік түймесін басып, жабылғанша үлгеруге мүмкіндік береді. Ол уақытты босқа өткізбей, кілтті құлыпқа салып тез бұрайды. Бірақ есікті ашпақ болғанда, жағымсыз жаңалыққа тап болады. Оның үстіңгі жағында ашу үшін 3 санды қажет ететін бөлек құлып бар екен. Жігіт сыртқа асығып, жабылып жатқан есіктің соққысын алады да, ызамен вантузды қарама-қарсы қабырғаға лақтырады. Бұл африкалық тайпа мүшесін босататын түймені іске қосады. Оның өтіп бара жатқанын көріп, бір нәрсені байқайды. Оның маңдайында 3 сан жазылған, бұл өзіне қажетті құпия сан болуы керек. Есіктің ар жағындағы уақыт шектеулі болғандықтан, жігіт арқанмен тербеліп, секіру әдісін 3 рет қайталайды, әр санды енгізу үшін. 3-ші ретте ол сол жерде қалып, сәл кептеліп қалған есікті ашады. Оны ашу үшін қаттырақ итеруге тура келеді. Ақыры ашқан кезде, артындағы қабырға жабылып, ол есікті толық ашып үлгере алмайтын тар жерде қамалып қалады. Күйзеліске ұшыраған жігіт еденге отырып, жылай бастайды. Түймелерден алған заттармен қалай көңіл көтергенін еске алады. Ол жерде де қамауда болды, бірақ кем дегенде қозғалатын кеңістігі мен ермегі бар еді. Енді ол қолында бардың қадірін білмегенін түсінеді. Кенеттен ол бетіне сол жақтан соққан самалды сезеді. Ол қабырғаны ұстап көргенде, оның жалған екенін білдіретін жарықшақты табады. Уақытты созбай, ол панельді итеріп ашып, сыртқа жүгіреді. Көп ұзамай ол қараңғы кеңістікте қалқып тұрған жұмбақ дәлізге жетеді. Ол шығар есікке қарай мәңгілік бойы жүгіргендей сезінеді. Ақыры бір бөлмеге жеткенде, шашы ұзарып, пижамасының түстері оңып кеткен еді. Бұл бөлмеде бос, ол кірген есік бірден жабылады. Бірақ мұнда сәби періштелердің орнына ересек періштелер бар. Олар да қабырғаға сіңіп, тек түйме ретінде пайдалану үшін мүшелерін қалдырады. Бұл тәжірибе кезеңі деп аталады. Осы уақытта Мексиканың бір қаласында кішкентай Антонионың отбасы алаңдаулы, себебі оның әкесі, Эскаргомен лақап атымен танымал палуан, әдеттегіден тұйықтанып кеткен. Әйелі оның келесі қарсыласы өзінен әлдеқайда жас болғандықтан солай деп ойлайды, бірақ атасы жастық емес, тәжірибе маңызды екенін айтады.
Эскарго-менді қызы Карен жүк көлігімен күрес алаңына апарады. Ол ертерек дайындалу үшін киімін ауыстырып, Мария анаға дұға етеді. Мектепте Антонионы сыныптастары Эскарго-менді әлсіз, жеңілетін адам деп атап, оған бәс тігіп мазақтайды. Күрес басталар уақыт жақындағанда Карен қайтадан көлігімен Антонио мен атасын Эскарго-меннің өнерін көруге алып келеді. Алайда Карен қалмайды. Антонио мен атасы шоу басталмас бұрын соңғы орындардың біріне жайғасады. Рингке бірінші болып солтүстік мықтылары командасынан Супер Димон мен Текила Джо шығады. Содан кейін Эскарго-мен мен оның серіктесі Күміс Бүркітмені Көпсүй командасымен шығады. Күміс Бүркіт өз командасы үшін жекпе-жекті керемет бастайды, бірақ көп ұзамай солтүстік мықтылары бірге шабуылдағанда жеңіле бастайды. Олар Эскарго-менге күреске қосылуды ымдап көрсетеді, бірақ ол Күміс Бүркіт Супер Димон мен Текила Джоны бір-біріне соқтығыстырып, қашып шыққанша бас тартады. Эскарго-мен де тез жеңіле бастайды. Бірақ қарсыласы оны орындықпен ұрмақ болғанда, жұмбақ бөлмедегі жігіт мүше түймені басады да, Эскарго-меннің мойны сиқырлы түрде ұзарып, екі қарсыласында басымен соғып, есінен тандырып құлатады. Бөлмеде ештеңе болмағаны жігіттің назарын аударады, сондықтан ол сол түймені қайта-қайта басады да, Эскарго-меннің Күміс Бүркітті, төрешіні, Антонионы, тіпті қоңырауды да нокаутқа жіберуіне себеп болады. Нәтиже болмаған соң, жігіт басқа түймелерді байқап көре бастайды. Біреуі Лос-Анджелестегі концертте металл тобының әншісін тыңдармандарының үстіне от шашуға мәжбүрлейді. Екіншісі ресейлік сиқыршының көмекшісін жоқ қылу фокусын сәтсіздікке ұшыратады. Ал үшіншісі Қытайдағы бір адамды өз иттеріне қарап үруге итермелейді. Жігіт үмітін үзе бергенде, жоғарыдан түскен жарықты байқайды. Бұл бөлменің алдыңғысынан айырмашылығы, мұнда төбе жоқ, және алыста ұшып жүрген періштелерді көруге болады. Ол бұл жолы мүлдем жаңа нәрсені байқап көруге бел буады. Мүше түймелерді басудың орнына, оларды қабырғаға өрмелеу үшін пайдаланады. Бұл әдісі іске асады. Әр жолы ол түймені қолымен ұстағанда немесе аяғымен басқанда, жерде ғажайып бір оқиға болады. Гүлдердің жайқалып өсуінен бастап, пілдің өліміне дейін. Ол неғұрлым биікке көтерілген сайын, әсерлер де күрделене түседі. Бұл енді тек табиғат қана емес, сонымен қатар тостер немесе айға қону сияқты үлкенді-кішілі адамзат оқиғалары да бар. Ол шыңға жеткенде, шашы да ұзарып, енді қабырғаға жармасудың қажеті жоқ еді. Енді ол да періштелер сияқты қалқи алады. Алдыңғы бөлмелерде жинаған барлық тәжірибесін пайдаланып, ол өзінің құдай рөлін қабылдайды да, адамзаттың ең маңызды оқиғаларын енді кездейсоқ емес, әдейі таңдай бастайды. Ол ісін аяқтаған кезде, оны қабырғалардың орнына қауырсындар қоршап, ол жарқыраған порталға кіреді. Бұл портал оны соңғы бөлмеге алып келеді. Бұл бөлменің қабырғаларында континенттер бейнеленген және ортасында үлкен мүше түйме бар, жігіт соны басуға оқталады. Бұл болашақ кезеңі. Осы сияқты видеоларды көру үшін арнаға жазылып, хабарландыруларды қосуды ұмытпаңыздар.